Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы наурызда ән айтады. Бүгінгі сабақта шағын мәтіндегі жиі қолданылатын сөздерден құрастырылған қарапайым фразалардың мағынасын түсінесің. Оқыған, тыңдаған материалдың мазмұны бойынша жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерін қатыстырып, сұраққа жауап жазасың. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Ән айтамын, билеймін. Жіктік жалғауына назар аударайық. Мен билеймін, билемеймін. Сен ән айтасың, айтпайсың. Ол ән айтады, айтпайды. Наурыз келді. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық және есімізде сақтайық. Тыңда, қайтала, оқы. Наурыз келді. Мен ән айтамын. Әділ ағам ән айтады. Қарындасым Алуа билейді. Бірінші тапсырма. Мәтінді оқы. Сөздердің дұрыс айтылуына назар аудар. Әлібек сурет салмайды. Ол ән айтады. Саша ән айтпайды. Ол билейді. Әнел билемейді. Ол ән айтады. Анна ән айтпайды. Ол суретті бояйды. Қанат суретті боямайды. Ол суда жүзеді. Екінші тапсырма. Наурыз мейрамында сен не істейсің? Сұрақтарға иә, жоқ деп жауап бер. Сұрақтарға назар аударайық. Сен наурызда ән айтасың ба? Сен наурызда өлең жаттайсың ба? Сен наурызда билейсің бе? Сен наурызда сурет саласың ба? Сен наурызда ойыншықтарды бояйсың ба? Сен наурызда ойнайсың ба? Оқушылар, ойланайық. Өз жауаптарыңды біз ұсынған жауап үлгісімен салыстырып көріңдер. Иә, мен наурызда ән айтамын. Иә, мен наурызда өлең жаттаймын. Иә, мен наурызда билеймін. Жоқ, мен наурызда сурет салмаймын. Жоқ, мен наурызда ойыншықтарды боямаймын. Иә, мен наурызда ойнаймын. Оқушылар, сендердің де жауаптарың сәтті шықты деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Көп нүктенің орнына түсіп қалған әріптерді қойып, көшіріп жаз. Оқушылар, іске сәт. Тапсырманы қалай орындадық? Бірге тексерейік. Мен сурет саламын. Сен жапырақты бояйсың. Әнел билейді. Әлібек ән салады. Саша доп ойнайды. Анна суда жақсы жүзеді. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың дұрыс орындалды деп сенемін. Төртінші тапсырма. Сөздерді суреттермен сәйкестендіріп айт. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Сөздерді суреттермен қалай сәйкестендірдік? Өз жауаптарыңды біз ұсынған жауап үлгісімен салыстырып көріңдер. Бірінші сурет санайды. Екінші сурет бояйды. Үшінші сурет билейді. Төртінші сурет жүзеді. Бесінші сурет ойнайды. Алтыншы сурет салады. Жетінші сурет ән айтады. Сегізінші сурет
кеме құрастырады. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың сәтті орындалды деп сенемін. Кел жаттығайық. Оқушылар, Асқар Наймантаевтың өлеңін бірге оқып жаттығайық. Наурыз келді мереке, әкелсін елге береке. Татулық бірлік орнасын, жайнасын біздің кең өлке. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Шағын мәтіндегі жиі қолданылатын сөздерден құрастырылған қарапайым фразалардың мағынасын түсіндің. Оқыған, тыңдаған материалдың мазмұны бойынша жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерін қатыстырып, сұраққа жауап жаздың. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге бүгінгі сабақтың барлық тапсырмасы түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 55-ші беттегі 5-ші тапсырма. Наурыз мейрамында не істейтінің туралы айт. Оқушылар, сабақ аяқталды, сау болыңдар.